Саламатсыңдар ма? 6 сынып оқушылары, мен Төребекова Оразайым. Мен 6 сынып 2 тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмасын жаздым. Жазылмай жатқан оқушылар болса, осыны көшіріп алса болады. Мынау бірінші тапсырма, мынау бірінші. Бұда А-сыма, Д-сыма, С-сыма, соларды табасын бұл тапсырмада. Ал мынау 6 тапсырма. Бұда Абайдың 5 асыл ісі туралы қандай ой ойлайсың деген. Мен осылай жаздым. Ал мынау 7 тапсырма. Абай атамыздың 31 сөзіндегі ой келсін нәрселерден қашық болу дегенді қалай түсінесің дегенге өз ойыңды жаз деген. Мына жақта жалғасы бар. Ал мынау 8 тапсырма. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз деген Абай атамыздың сөзін қалай ойлайсың деп жаз, қалай ойлайсың деген. Мен соған жауап жаздым. Ал мына жерде Абай атамыздың қара сөздерінен қандай үлгі алдың деген. Мен өзімнің алған үлгілерімді жаздым. Ал мына жақта мынау жалғасы. Ал мынау 10 тапсырма. Абай атамыз дүние де өзі, мал да өзі деген сөзді қалай түсінесің деген. Мен осылай жаздым. Ал мынау 11 тапсырма. Бұл 11 тапсырма оқуға шақыру қазір өзекті ме деген. Ал мен осылай жаздым. Егер жазылмай жатқан оқушылар болса, осыларды көшіріп алса болады. Осыларды жазылмай жатсаңыздар, осыларды көшіріп алыңыздар. Менің парақшама тіркеліңіздер. Төребекова Оразайым парақшасы. Лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар.